Күн сайын айналамызда біз ойламайтын оқиғалар орын алады. Қала күнделікті шаруалар мен қайнаған тіршілік ортасында өмір сүруде. Бірақ ескеріңіз, аулаңыздағы жігіттің жағымды келбеті сіз ойлағандай болмауы мүмкін. Оның қараңғы жағы да бар. Ол өз пәтерінің есігін жапқан сәттен бастап мүлдем басқа адамға айналады. Есірткі, интернет алаяқтық, кибербуллинг, тыйым салынған сайттар, қауіпті контентті тарату. Сәлеметсіз бе? Банктік аударымдарды бақылау операциялар бөлімі. Ой, енді не істейм? Зейнетақым жинаған барлық ақшам сонда. Виртуалды әлем өзінің шынайы бейнесін жасырады. Бізге ақпарат айтыңыз. Сол арқылы алаяқтарды тоқтатамыз. Осында экран алдында жалғыз өзі қоғамға қауіп төндіретін қылмыстарды жасайды. Сізге көп рахмет. Ал мұндай жағдайлар күн санап көбеюде. Жыл сайын елімізде халық саны артып келеді. Өкінішке орай, осы өсіммен бірге қылмыс саны да көбеюде. Жасалған қылмыстардың басым көпшілігі сандық кеңістікте. Кибер қылмыс қоғамға жаңа қауіп. Қазіргі жағдай жаңа көзқарастар мен реформаларды талап етеді. Заң бұзушылықты азайту үшін қылмыстың алдын алудың заманауи жүйесін енгізу қажет. Цифрландыру біздің шындықты өзгертеді. Жаңа технологиялар мен деректерді өңдеудің арқасында біз қауіптерді дер кезінде анықтап, олардың дамуын болдырмай, әр азаматтың қауіпсіздігін қатаң бақылаймыз.